Бүгін еліміздің қорғаныс қабілетінің кемелденгенін білдіретін отан қорғаушылардың, отанымыздың тірегі болар азаматтардың мерейлі мерекесі. Биыл отан қорғаушы күнін мерекелеу әдеттен тыс жағдайда өтуде. Оған індетке байланысты енгізілген карантиндік шаралар себеп болып отыр. Бүгінде дәрігерлер, құқық қорғау органдарының қызметкерлері, коммуналдық және шаруашылық қызметтерінің мамандары, еріктілер алдыңғы шепте еңбек етіп жүр. В условиях сложной эпидемиологической ситуации, введенными карантинными мерами, роль празднования Дня защитника Отечества приобретает новый смысл и особое идеологическое наполнение. Мы говорим большое спасибо героям сегодняшнего времени, сотрудникам правоохранительных органов, медицинским работникам, сотрудникам коммунальных и хозяйственных служб, волонтерам.